Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен ашытқымен дайындалатын болдырып манты дайындайтын боламыз. Күнделікті дайындайтын қамырымыздың басты ерекшелігі қамырында. Видеоны соңына дейін қарап, мен жасайтын рецептпен жасап көрсеңіздер, сіздерде дәл осы болдырып мантысы бір жасағаннан шығатын болады. Бізде қамырымыз ашытқымен дайындалатын болғандықтан, ұнымызды шұңғылдау ыдысымызға салып, үстіне ашытқы, тұз, қант және де сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жылы су құйып, қамырымызды илейміз. Барлық керекті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Қамырымызды илеп алғаннан кейін 5 минуттай қайтарып илейміз. Және де қамырымызды жылы жерге 30-40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тез көтерілу үшін. Бізде осындай орташа тығыздықтағы қамыр шығуы тиіс. Менде қамыр 40 минут тұрды, жылы жерге қойып қойдым. 2 рет қайтарып иледім, осылай биік боп көтерілді. Қамырымды нан тақтайға қойып, осылай бір қайтарып илейміз. Және беттен басып, сұйық майымызды жағып шығамыз. Мантыларымыз біркелкі әдемі формада көріну үшін барлығын бірдей етіп бөліп аламыз. Мен барлығын 30 граммнан бөліп алдым. Қалауыңызға қарай көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар да болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп дөңгелектеп бір табаққа жинаймыз және де бетін жауып отырамыз, қамырымыз кеуіп кетпес үшін. Қамырымыздың барлығын дөңгелектеп алғаннан кейін табағымызға саламыз, бетін осылай пакетпен жауып 15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз көтерілемін дегенше біз салмасын даярлаймыз. Тартылған ет, капуста, құйрық май, сарымсақ және де пияз. Мантымыздың салмасы осындай сочный, нәрлі болу үшін біз ең алдымен пиязға тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып бүкіл салманы бірге араластырамыз. Сол кезде мантыларыңыз ерекше дәмді болады. Егер де құйрық майды ұнатпайтын болсаңыздар, сұйық май немесе сүт қоссаңыздар болады. Қамырларымызды 15 минуттан кейін алып, барлық бөлігіне сұйық майды жағып шығамыз. Және де қайтадан бетін жауып, біртіндеп алып, қолымызбен осындай қамырларымызды жайып аламыз. Бізде ең бастысы, ортасы кішкене қалыңдау, шеті жұқа болуы тиіс. Шеттерін жұқарды осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз барлық қамырымызды. Қамырымыз кеуіп кетпес үшін міндетті түрде әр бөлігін алған сайын бетін жауып отырасыздар. Қамырымызды ең бірінші бөлігінен бастап түйе бастаймыз. Ең бірінші бөлігі барлығын жасап болам дегенше кішкене көтеріледі. Қолымызбен тағы да кішкене шеттерін жұқартамыз. Бір қасық мөлшерінде салмамызын салып, видеода көрсетілгенде етіп мантымызды мақтап түйіп шығамыз. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды сұраймын. Алда шығатын жаңа видеоларды, рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып қойыңыздар. Мантымыздың барлығын түйіп алғаннан кейін, манты қазанымызды майлап, барлығын орналастырып шығамыз. Мантыларымыз 45-50 минутта пісіп шығады. Ерекше дәмді мантыларымыз 45 минутта осылай бізде пісіп шығады. Қонаққа ұсынсаңыздар да болады, өте дәмді. Жасап көріңіздер, ас болсын.